Қарағайлы орман әлі өртеніп жатыр. Абай облысының құтқарушылары отпен 3-ші күн арпалысып әлек. Бүгін елдің өзге өңірлерінен де көмек келді. 700-ге тарта адам мен қисапсыз техника, тіпті 6 бірдей тікұшақ жұмылдырылған. Бірақ Ресейдің Алтай өлкесінен жеткен өрт әлі де бой берер емес. Өртенген орманды алқапта тілшіміз Азамат Қасым жүр. Қазір жағдайда сол айтсын. Біз қазір өртке ең жақын орналасқан Березовка ауылының жанында тұрмыз. Өздеріңізде көріп тұрғанда қазір қара түтіндеп жатыр. Бұл жердегі жағдай осылайша сағат сайын мыңғы болып тұр. Осыған орай құтқарушылар мен техника саны күннен күнге көбейіп жатыр. Кеше енді бәсендеттік қой енді. Қазіргі ауа райына байланысты көріп отырсыздар кішкене. Анда барған адам енді өз түсінеді. Қазір былай біліп айта алмайсың. Оқиға орнында жедел штаб құрылды. Қазіргі 700-ге жуық жеке құрам жұмылдырып жұмыс жасап жатыр. Одан басқа 120-дан астам техника жұмыс жасауда, 6 тікұшақ жұмылдырды. Астана қаласы, Қарағанды және Павлодар облыстарынан бөлек Қорғаныс министрлігінен мынадай техникалар жеткізілуде. Бұл жол талғамайтын көліктер сәлден кейін өрт сөндіру жұмыстарына кірісетін болады. Өртке 7 шақырым жердегі Березовка ауылының кіреберісінде осындай далалық асхана жұмыс істеп тұр. Бородулиха ауылының белсенді тұрғындары 2 күннен бері қызыл жалынмен арпалысып жатқан құтқарушыларға осылайша көмек көрсетуде. Біз 3-ші күн осындай ауылда қол ұшымызды беріп көмегімізді аямай жатырмыз. Халқымызды тамақпен қамтамасыз етіп жатырмыз. Көмектесіп жатырмыз. Осындайда көмектеспегенде енді қол ұшымыз осындайда енді қайда береміз. Өртіміз тез сөніп, халқымыз өзінің үйлеріне келіп, бейбітшілік заман болсын, аман есен болайық. Өрт сөндірушілердің бәріне көптен көп рахмет. Айта кетейік, өрт осыдан 3 күн бұрын Ресейдің Алтай өлкесінен Бородулиха ауданы аумағына өткен болатын. Алдын ала болжам бойынша 3000 гектарға жуық Қарағайлы орман отқа оранған. Абай облысынан Азамат Қасым Берік Жобалайұлы, Хабар 24.